Қайырлы күн достар, сіздермен бірге доктор Ибрагимова. Бүгінгі тақырыбымыз томат пастасы. Томат пастасы помидор сыртын алынған және езілген, бірнеше рет сүзгіден өткізілген, қайнатылған өнім болып табылады. ГОСТ бойынша, яғни стандарт бойынша томат пастасының құрамында консерванттар, стабилизаторлар, уксус, крахмал, су, қант, тұз ешқайсысы болмау керек. Томат пастасының құрамында А, В, С, Е витаминдер, калий, магний, цинк, темір және негізгі ликопин бар. Ликопин организмге өте пайдалы болып табылады. Адамның қартаюына қарсы әсер етеді. Әйел кісілерде көкірек безінің, ер кісілерде зәр шығару жүйесінің онкологиялық ауруларының алдын алады. Томат пастасы қою болу үшін өндірушілер оның құрамына крахмал қосады және бензонат натрийді көп кездестіреміз. Бензонат натрий бұл организмге улы әсер етеді. Ұзақ уақыт қолданғанда бауыр және бүйрекке жиналады. Витамин С мен байланысы улы канцерогенге айналады. Томат пастасы банкасы ашылғаннан кейін 2 тәулік, яғни 48 сағат ғана пайдалану керек. Томат пастасы ашылған банка ұзақ сақталу үшін үстіне май құйып қою керек дегенді көп жерден оқып жатамыз. Бұл дұрыс емес.